Сыйлағаның құлы бол, кішірею төмендеу емес. Ең алдымен өзіне өзіңнің көңілін толатындай өмір сүр. Саяхатта дүниетанымының аясы кеңейеді. Қайтарымынан үмітті болсаң, жақсылық жасама. Жүйкең әлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма, шешуші сәттерге бапта. Бой жеткеннің көңілін оңай жалағап, онымен болғанына шаттанып сөз қылма. Ерлік емес. Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жер жайық жүзесінде өтесің. Уайым түбі тұңғиық батасында кетесің. Уәзірі мықтының тірлігі жеңіл, мықтысын таңда. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екі елі аузына сыймаған сөз өгенің 32 тісінің арасына тіптеп сыймайды. Мүмкін нәтижелерін елестетіп көр. Нәтижесі ұнамаса, келіспе. Өкпелеме, өш шалма. Санасына бер, Аллаға тапсыр. Құран құсы қырағы бол, өзгелерді өзіндей көрме. Пенденің пендеден айырмашылығы адамгершілігі мен білімінде. Таны, оқы. Өнер үйрен. Мамандығында мықтысы бол. Жер қозғалмаса қозғалмайтын сабырлы зіл бол. Өміріңнің сапасына тек сен жауаптысың. Жалғыз апана, әпкене қорған бол. Тұрмыста болса да өз күйеуі қорғаны бар деме. Сенің орның тым бөлек. Үйленуге асықпа, жар таңдаудан жаңылма. Ұрпақ тәрбиесі 50% сенің мойнында. Ұлың өзінен озатын болсын. Қызың саған қарап серігін тауып бақытты болсын. Ердің аз міндеттерінің бірі отбасын асырау. Саған сенгендерге еш нәрседен таршылық көрсетпе. Барлық жақсы қасиетін деңгейге әдептілік. Барлық жақсыны әдеттің үстіне орнат. Кім қанша төмен түссе де, сен өзі биігінде қал. Мықты болсаң, әйелге барып дәлелде. Балаларыңның анасын бақытты етіп өт. Жарыңның саған риза болып өткені ұлы мадақ.